Мен Бауыржан Нұрдәулет Бауыржанұлы 1994 жылдың 5 наурызында Қаратаудың Ақкөл ауылында дүниеге келдім. Алғаш мектеп табалдырығын осы өңірдегі Дінмұхамед Қонаев атындағы мектебінде аттап, шу өңірінің шоқтығы биік тұрған Қонаев ауылындағы Төле би атындағы мектепте 8 сыныптан білімді жалғастырдым. Мектептен жақсы бағада түлеп ұшып, арман қуып, Алматы қаласындағы Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетіне туризм мамандығына оқуға түсіп, жақсы деңгейде тәмамдап шықтым. Өзім қызмет етіп жатқан Төле би атындағы орта мектебінің әдістемелік орталығы ұйымдастырып отырған жас мамандар сайысына білек сыбана, үлкен үмітімді арқалап қатысқалы отырмын. Ер жете келе, ұстаздық қызметтің жаныма жақын екенін біліп, түбегейлі түртпексіз шешім шығардым. Ол ұлтын сүйер ұстаз болу еді. Өмірлік ұстанымды бекіттім. Ол Дінмұхамед Қонаевтың айтқанындай, өмірдің екі тірегі бар: үйренуден жалықпау, үйретуден аянбау. Арасында арнайы уақыт бөліп, спортпен айналысуда жөн көремін. Кітап оқуда жаным сүйеді. Осы байқауда жаныма сәттілік серік болып, жеңіс тұғырынан көрінем деген сенімдемін.